Ассаламағалейкум ардақты ағайын. Қайырлы кеш көрермен. Эфирде 8 қырлы бір сырлы балаларға арналған су жаңа бағдарлама даралайын. Ал оның жүргізушілері Сағия Санхан және мен Гүлсен Асабажанқызы. Көрермендерді көп күттірмей, алғашқы қонақтарымыз шақырайық. Жақсы, бірақ оларды ортаға шақырмастан бұрын Гүлсена, бірінші ол балалар туралы ақпараттарды бірге тамашалап алайық, содан кейін барып қонақтарымыз ортаға шақыратын боламыз. Жақсы, ендеше көріп алайық. Сағияға, менің ойымша IT-технология дамыған заманда робототехникамен айналысу қажет. Қазір барлық мектептерде осы пән қосымша пән ретінде енгізілуде. Онымен қоса, шатаспасам, қазір барлық мектептердің бір кабинеті осы салаға арналған. Бұл бір дүниені құрастыру, жалпы қиыннан қиыстырып бірдеңені құрастыру маған да қатты ұнайтын нәрсе, бірақ бұл екінің бірінің қолынан келетін шаруа емес. Бұны екінің бірі жасай алады деп мен өз басым айта алмаймын. Аса бір төзімділікпен жүйкені қажет ететін робототехникамен айналысатын кейіпкерлерімізді ортаға шақырайық. Ортамызға шақырайық міне, талай жарыстарға қатысып жүлделі орын алған азаматтарымызға бір қол соғып қошеметтеп қойыңыздар. Ортаға шақырайық. Гүлсена, балалардың жүрісіне қарасам, асығыс секілді. Бұл кісілермен енді уақыттары жоқ секілді. Сондықтан да біз де барып қасына отырып, әңгімемізді дастархан басына жалғастырайық. Ал жігіттер, қош келдіңіздер. Енді қысылмай, біреуіңізді мен мына өзімнің қасыма шақырайын, келіңіздер. Мына бұның барлығы жарыстардан алған медальдар деп айтайын, жарыстардан жеңіп алған өздеріңіздің жүлделеріңіз деп айтайын. Мен бұндай медальдарды соңғы рет соғыстың 60 жылдығында Ұлы Отан соғысының ардагерінің үстінен ғана көргем. Ал біз келіп отқан жігіттермен танысып отырайық, Гүлсена. Есіміңіз кім? Қай класс оқисыз? Менің есімім Нұрболат Әлинұр. Мен 5-ші класс оқимын. 5-ші класс оқисыз. Ал сіздер жігіттер? Мен 5-ші класс оқимын. Есіміңіз? Менің атым Нұрсұлтан Бексұлтанұлы. Нұрсұлтан Бексұлтанұлы. Мен 4-ші класста оқып жатырмын, 4-ші сынып. Мен есімім Нұржан Жантөре. Нұржан Жантөре. Біздің студиямызға қош келдіңіздер. Жалпы бұндай бағдарламаға бірінші рет келіп тұрсыздар ма? Жоқ. Мен жоқ. Мен бірінші... Сіз ше, көке? Сіз Алинұр дедіңіз, атыңыз? Алинұр. Бірінші рет келіп тұрсыз ба бұндай бағдарламаға? 2-ші рет. Онда тәжірибелеріңіз бар екен. Қысылмай емін-еркін отырып сөйлесейік, әңгімелесейік. Гүлсена, бұл робототехника дегенді біз қазір кез келген мамандықтардың да ішінен кездестіруімізге болады. Соның ішіндегі медицина саласында бұл аса қатты қазір бір қолданысқа ие деп айтуға болатын шығар. Сондықтан да бұны толығырақ Нұрсұлтанның өзінен сұрайық. Нұрсұлтан? Бұл жерде қандай дүниелер тұр? Бұлар не үшін керек? Мынау музыкальный инструмент. Қазір мен өлең жасаймын. Бұның құрылыстарында айта отырып, қандай? Өте көп датчик. Мынау датчик свет, мынау датчик касания, мынау датчик касания, және мынау ультразвуковой датчик. Мықты. Міне, мынау датчик свет, ол жасыл, және көп түсті Мына қарайды, және осы звуктар жасайды. Бұны Нұрсұлтан сен өзің ойлап таптың ба, жоқ әлде белгілі бір схемаға сүйеніп жасадың ба? Мен инструкциядан жасадым. Мынау датчик арқылы музыканың параметрлерін ауыстыруға болады ма? Міне. Мынау арқылы.
Бұл не үшін қажет, бұның қандай ерекшелігі бар? мынау диджейлар Толығырақ мен түсіндіріп айтпай, бұны яғни диджейлар білесіздер ғой, енді бұлар көбінесе концерттерде жаңағы өлең жасайды іштеп жаңағы. иә Бұны өзің музыкаға жақынсың ба? Бұны қандай мақсатта ойлап таптың? Әлде музыкант болғың келе ме, диджей болғың келе ме? маған музыкант болғым келеді Музыкант болғың келеді. және программист болғым келеді Және программист болғың келеді. Иә. Қазір бізде сенде бір-ақ таңдау, екеуінің біреуін таңда. мен программист болғым келеді Сөйт, музыканттардың ақшасы аз қазір. Программист дұрыс қой. Нұрсұлтанға бір жақсылап бір қошемет көрсету керек секілді осы жерде біздің. Бұндай жаста, біз бұндай жаста бұндай музыкалық аппарат ойламақ түгіл, біз музыканың өзін енді тыңдап өсіп жүрген кезіміз еді. Оның қасында кәдімгі болашағына жоспар құрып, осындай нәрселерді жасап атқан Нұрсұлтан зейініңді аша берсін деген біз тілегімізді айтқымыз келеді. Ал қалған жігіттерден сұрайық. Не құрастырдыңыздар? Қандай бұл робототехникаға келгендеріңізге қанша уақыт болды, Алинұр? Біз робототехника келген уақытыма 3-4 жыл болды. 3-4 жыл уақыт болды. Осы уақытқа дейін қандай бағытта құрастырасың? Мысалға, Нұрсұлтан музыкалық. Әртүрлі. Әртүрлі. Мысалға не құрастырдыңыз? Не әкелдіңіз бүгін бізге? Не істей алады, Алинұр? Толықтап бір айтып жүрші, бұл робот. Бұл роботта датчик касания, датчик света және де мотор и өз бәрін ететін өз модулі. Модулі. Так, бұған не істеуге болады? Мен мысалы мұнда ақша салам. Иә. Мына жақтан маған Компит береді. компит береді, иә? Иә. Бұл Гүлсина саған ешнеке есіңе түсіріп тұрған жоқ па? Мысалға біз сауда орталықтарына барған кезде ақша саласың, ойыншық аласың, болмаса компит аласың, сағыз аласың деген секілді. Бұның барлығын біз көрген болатын. Бұл сені өзің ойлап жаттың, әлде бір неге схемаға қарап жасадың ба? Бір схемаға қарап жасадым. Бұның аты не? Бұл сіздерге компит береді. Бұл бізге компит береді. Яғни бұл робот аяз ата. Сен тақпақ айтудың орнына просто ақша бересің, ол саған компит береді. Дұрыс па? Алинұрға бір қол соғып қошеметтеп қояйық. Бұны меніңше кәдімгі үлкен жоба қылып жасап шығуға әбден болады. Дұрыс па? Келе ғой Алинұр, отыр. Біздің еліміздің бұндай балалармен, бұндай жастармен біздің еліміздің болашағының жарқын болатынына әбден сенуге болады, құрметті көрермендер. Ал біздің үшінші қонағымыз сіз туралы, сіз бұл салаға қанша уақыт болды келгеніңізге? 2 жыл 2-3 жыл болды. 2-3 жылдың көлемінде не құрастырғаныңызды өз аузыңыздан естейік, өзіңіз көрсетіп берсеңіз. мына осы 3-ші робот менікі осы Мына робот сіздікі? иә Тоқтаңыз, мен сізге бұны былай алып берейін. Ал осы жердегі біздің көрермендерімізге толық түсіндіріп кетсеңіз. мынау робот қалай равновесие ұстайды көрініп тұр ғой уже міне Мынаны алсам бола ма? Алып көруге. Мынаны алып. Мықты. Бұл сонда бізде көбінесе цирк өнерінде жүретін өнерпаздардың көбінесе қолданылатын тәсілінсіз осы лего арқылы ол жүреді ол жүреді. Бұл қанша шайқасаңыз да құламайды, солай ма? иә Бұл физикалық тұрғыдан да барлығы есептелген. міне Қол соғайық, қошеметтеп қоршайық. Айтамай қалдым, иә. Бұның тағы қандай біз білмейтін қырлары бар? Өзі жүреді ма жоқ? Жоқ, ол осы мотормен осы нелер айналады, осы дөңгелектер. Содан кейін ол айналып отқанда мынау жүреді былай. Ал айналдырып көрсеңіз. Қошеметтеріңіз. Бұл біліктілікте, білімділікте жалпы жасөспірімдердің бойынан табылып ақ тұр. Өнерлеріңіз өркендей берсін, өсе берсін дегіміз келеді. Қандай күшті, жақсы, керемет. Мен Гүлсина бұндай жасымда, бұндай нәрсе ойламақ түгілі, мен нәскимнің бір екінші парын таба алмай жүретінмін ғой. Мен жігіттерге, үшеуіңізге де бір сұрақ қойын, араңыздағы енді біреуіңіз жауап бересіздер, Алинұрдан бастайын. Бұндай
дүние жасау үшін адам бойына не керек, қандай бір қасиет керек деп айтамыз ба, қандай да бір білім керек па, жоқ қандай да әлі осыған бір қатты машықтану керек па? Мен сұрақты ауыр қойып жібердім ғой, сіздер милаңыз қорықпайтындай қылып. Не керек бұндай нәрсе жасау үшін? Бірінші лего керек, сосын екінші ниет керек, үшінші Оның бәрін жасауға лего керек. Датчиктер, провод и опыт керек. Ух ты! Опыт керек. Иә. Қандай опыт керек оған? Қандай опыт деп тәжірибе? Қандай тәжірибе керек? Оны жасау үшін, білмеймін, қанша... Смекалка керек, опыт керек. Смекалканың не екенін қазір біз Гүлсина, мен емес, Гүлсинаның өзі түсінбей отыр, өйткені Гүлсинаның көзі доп-домалап қалып бара жатыр. Ол не смекалка деген? Нұрсұлтан, смекалка деген не? Смекалка, мынау Логика қосу керек қой, осындай роботтарды жасап жатқанда. Логика қосу керек? Бұл енді яғни білім. Инструкциясында, басқа жерде, бір жерде, инструкциясында көрген кезде ол қай жерге не қойғанда ол немен көрсеткен. Шатаспау керек? Жоқ, шатаспау керек. Шатаспау керек, дұрыс па? Дұрыс айтып жатыр, жақсы. Енді жаңа Гүлсина да айтып жатыр ғой, біз бала күнімізде батпақпен ойнайтын едік дейді. Гүлсина, сендер де батпақпен ойнадыңдар ма? Әр заман өз адаммен емес па енді? Жақсы, мен батпақпен ойнағаның соңғысы біз ғана шығармыз деп ойлағанбыз. Жақсы. Жігіттердің талабына нұр жаусын. Алинұр, әңгіме айтып отырыңыз, бекер өтпей. Мына үстіңіздегі медальдардың басынан бастап таныстырайық енді елге. Алдағыны қай жерден ұтып алдыңыз? Осы медальді біз Астанадан алдық. Астанадан, қандай байқаудан? Сол First Lego League. Екінші медаліңізді? Алды. Осы? Осы Қытайдан. Бұл Қытайға бардыңыздар, бұл да сондай жарыс. Бұл сол жоба. Үшіншісі? Мұнау, тоқтаңызшы. Мұнау мәшіне келіп қоятын жолдың доғасы емес па? Жоқ, ондай емес екен. Бұл қай жерден алдыңыз? Бұл просто бейджик, что ты как бы қатысушы ретінде, сол байқаудың қатысушы ретінде жақсы. Алинұр, мұнаушы? Мынау Алматыдан тоже. Нұрболат, Алинұр дейді, Энерго F4 дейді. Бұл не? Бұл тоже бейджик. Айтады, что сен участвуешь сол жарыста. Қазір. Мен просто мені қызықтырып отқаны мына медальдарда, мен айтып отырмын, бұны көбінесе Ұлы Отан соғысының ардагерлері болмаса батыр аналар тағады. Бірақ қазір сіздің үстіңізден осындай темір медальдарды көріп отырмыз. Бұның барлығын қайдан алдыңыз? Бұның бәрін біз торговаться еттік Қытайда. Қытайда саудаласып жүрсіздер ме? Ол да жақсы. Жібек дұрыс қой. Жібек жолының бастауы Қытайға барып? Қытайстарға барып, рандомный стойкаға. Соңын ағылшынша айттық. Осындай бір плиз дегенімізді алапта бере салады. Соңын алдында бір стойкаға барғам, келдім, сұрадым, круассан береді. Круассан берді ма? Жоқ, еще қытайстар дегенді күшті айтады екенсің. Қытайстармен саудаласып сіздер. Қол соғып қой, сауда жағына да жақсы екен, сіздер кәдімгі біреуіңіз өнеркәсіп министрі, біреуіңіз ақпараттар тарату министрі, жалпы біздің болашақ министрлер дайын екен. Сіз әкім болады сияқтысыз, мына отырысыңызбен. Бір депутатпен бір отырысыңыздың өзі болашақты болжап жатыр дегендей. Жақсы, ары қарай әңгімеміз өрбуде. Гүлсина, қандай сұрақтарың бар балаларға? Енді маған қарағанда сен жақынсың ғой Гүлсина балаларға. Балалар. Біраз нәрседен қалып қаптым. Сендердің топтардың атары Энерго F4, дұрыс қой. Сендер топпен жұмыс жасайсыңдар, Айдей, мен командам ровостас болған, просто аналар екеу адам қаспайым деп, соңын олардың командаларына кіргіп. Энерго F4 топтың аты ма? Тағы біреу жетіспейді ғой, F4 болса сіздер төртеу болу керексіздер ғой. Төртіншісі қайда? Пайде олар төртеу болған. Төртеу. Олар төртеу болған, сендер не үшін орында? Содан кейін екеу кет қалып, басқа командаға болған. Мен ол командадан вроде кет қалдым, мен олардың командаларына қосылдым. Пайде қазір Энерго... Олардың командасы болғанда, осы командаға, осы командаға F4-тің жігіттері екенсіздер, біреуіңіз көт чемпион, біреуіңіз чемпион екенсіздер.
Әдемі, жақсы. Енді Гүлсина, біздің осы бағдарламаға балалардың ата-аналары да келіп отыр екен. Бұл кісілерден де бір ауыз сұрайық. Иә. Балалардың ынтасы жайлы сұрайық. Бұған қызығушылығы қайдан басталды? Бір білсе, сол кісілер біледі. Иә. Алинұрдың ата-анасы бар ма? Алинұрдың ата-анасынан бастайық. Менің сол жағымда отыр екен. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қош келдіңіздер. Алинұрдың бұл робототехникаға жалпы лего деген дүниеге қызығушылығы қай уақыттан басталды? Жоқ, әлде сіздер өздеріңіз беріп ынталандырдыңыздар ма? Кішкентай кезінен өзінің ынтасы болды. Сол ынтасына байланысты сол робототехникаға бердік. Өз үйде легомен құрастырып, кішкентай кезінде неше түр жасайтын. Соған қарап робототехникаға бердік. Бердіңіз. Жақсы, өйткені мен Алинұрдың жаңағы осындағы жасаған дүниесіне қарап, шын мәнінде мен өзім ойланып отырмын, біздің балалық шақ енді ойынмен өтсе өтіп өткен шығар, бірақ мен шынымен де қызығам бұл дүниеге. Бірақ мына нәрсені жасау қазір менің жасымдағы адамдардың да қолынан келе бермейтін нәрсе, сондықтан да ынтасы бар болғанын байқап, осы дүниеге өздеріңіз арғалай да жәрдем беріп отырған сіздерге де үлкен алғысымызды айтқымыз келеді. Бұл елдің болашағы екендігін тағы да айтқымыз келеді. Рахмет сіздерге. Тағы басқа қандай қыры бар? Бұдан басқа? Бұған басқа өз отличник, сабағын жақсы. Сабағын 5. Әрине, бұндай балалар сабағын нашар оқиды десе мен сенбеймін. Өйткені әріден ойлап тұр. Жаңа көрдіңіздер ғой да? Қандай нәрсе керек деді Нұрсұлтан? Смекалка. Смекалка дегеннің өзі тілім келмей отыр ғой мен. Бұндай балалар, смекалканы айта алатын балалар сабағын жақсы оқиды ғой. Жақсы. Ары қарай кеттік. Нұрсұлтанның ата-анасы менен кезекпен сұрайын. Нұрсұлтан кішкентай кезінен пазл жинауды жақсы көретін. 5 жасына келгенде 1000 элементтен тұратын пазл жинайтын. Сосын баламыздың осындай қабілетін байқап, легоға ауыстық. Легодан осы робототехника курстарына жазылып, робот жинауды ол қызығушылықпен айналыса бастады. Қазір осы робототехниканың арқасында мен ойлаймын, моторикасы, логикасы, есте сақтау қабілетін жақсы дамытып жатыр деп ойлаймын. Өйткені баламыз сабағын үздік оқиды, және де болашағына да осы жақсы ықпалын береді деген ойдамыз. Иә, біздің қазақ өте керемет айтады ғой, болатын бала деп. Жалпы білім, оқу білім бұлағы, білім өмір шырағы дейді екен. Баланың бойындағы талабын байқау, ол ең бір ата-ананың үлкен міндеті болып табылады екен. Әл-Фараби өзінде айтады ғой, баланың бойындағы талапты бірінші байқайтын өзінің ата-анасы болуы керек дейді. Сондықтан да сол талабын сіздер бірінші байқап, осыдан үлкен үміт күтіп, ертең осы үмітімізді ақтайды деп, осы салатқа баланың бағытын дұрыс жаққа бұрып атқан, ол сіздердің де еңбектеріңіздің жеңісі де жемісі де болмақ. Нұрсұлтанда әлі талай биік белестерді бағындырған ел болып жұрт болып, куә болайық соған, көзіміз жетсін. Ары қарай Жантөре. Жантөре дейтін азамат. Жантөре өзі келгелі де бұл бағдарламаға екінші рет келіп тұрмын деп жатыр ғой. Тәжірибесі бар екені көрініп тұр. Соның Жантөренің бойында қасиетін қалай байқадыңыздар? Саламатсыздар ма? Жана Нұрсұлтан ата-анасы айтып кеткенде, бізде баламыз тоже өзі кішкентай күннен бастап пазл жинайтын. Сондағы бейім болатын өзі. Пазл жинап, компьютерге жақын болатын, біз білмейтін функцияларды қосып қоятын. Соны өзіміз таңғалатын. Соны әкесіне айтқам ғой, өзі уже 5-тен асқан кезде, мынаны робототехника мысалы мектебін біз интернеттен, инстаграмнан көрдік. Сол кезде осы мектепке беріп көрейікші, қолдың моторикасын дамытады, өзі компьютерге жақын роботтарды да үйренеді деп, өзі андай пазлдарды жинағанға жақын болғаннан кейін. Соны бердік, шүкір, еш неміз жоқ. Өзі дарынды бала, енді дарынды бала білініп тұрады, көрініп тұрады ғой. Кішкентай күннен өзі ән айтады, әнші, мектепте ведущий. Көп жарыстарға да қатысады, каратэден де, математикадан да олимпиадаларға қатысып отырады өзі, орындарды алып отырады. Сол ақыл деген, адам баласының бойындағы ақыл деген нәрсе бар ғой, ерекше бір сондай жаратып қойған. Абай атамыздың сөзі бар ғой. Ағаш көркі жапырақ, адам көркі ақылақ дейді. Ақылақ деген ақыл деген сөз. Сол адамның ақылын жаңағы сіздер тиісінше пайдаланып, әйтпесе қазір көптеген балалар бар ғой, көптеген ойындардың соңынан кетіп қалған, Free Fire дейміз, басқа дейміз, сондай ойындарға берілмей, керісінше көп уақытының бөлігін осындай білімге арнап жатқан, бұл да сіздердің еңбектеріңіз деп білемін. Балаларыңыз үшін де, өздеріңіз үшін де бір қол соғып қошеметтеп қойсаңыздар болады.
талаптыға нұр жауар дейді жігіттер, талаптарың үстем болсын, мерейлерің үстем болсын, қайда жүрсеңдер де тек қана биік белестерді бағындырып шапқылап жүре беріңіздер. Гүлсина, қандай сұрақ қоясың балаларға? Балалар, сол бағана сұрағымды аяқтай алмай кеттім. Сендерге топпен жұмыс істеген ыңғайлы ма, немесе жеке-жеке жұмыс істеген де ыңғайлы ма? Екеуі де ыңғайлы. Екеуімен де ыңғайлы. Мысалға, жаңа үшеуіңіздің де роботтарыңыздың ішіндегі мынау негізгісі, бұның аты модуль. Модуль деп айтылады. Бұл яғни бұл осы роботтардың миы. Сіздер осы арқылы бұларға жүрегі, миы деуге болады, иә? Осы арқылы сіздер жаңа мынаның айналасындағыларға Ол болмаса робот вообще істемейді. бұйрық беру арқылы осы модульді дұрыс тиісінше пайдаланып жатсыздар. Жақсы, жігіттер. Бұдан басқа қандай өнерлеріңіз бар? Бәлки спортқа қызығасыздар ма? Күрес, бокс, футбол. Карате. Футбол. Нұрсұлтан? Карате. Алеке? Және плавание. Плавание? О, қандай жақсы. Өздеріңізге керекті спортты да дұрыс таңдаған. Өзінде 6 дополнительный не бар, кружок. По идее, менде уже 6 дополнительный кружок бар. 6 оны да барып үлгересіз ба? Бос уақытыңыз жоқ деңізші? Бәріне уақыт бар. Соны айтам, бәріне қайтып үлгеріп жатсың. Әрқайсысы 2 сағаттан, 1 сағаттан. Біреу 3 сағаттан, біреу 1,5. Солай ғой. Біреу 3 сағат, біреу 1,5 сағат жалпы бос уақытыңыз жоқ. Я. Онда Еще математика шығарам телефонмен. Еще математика шығарасыз. Есепке жақын, иә? Классыңыздағы біразының Білем, 11-6 класспен. Сен өзің 4 оқисың, иә? Алгебраны қайдан білесің? Алгебраны математикамдан үйрендім телефондағы. Бізде қазір 4-ші класста алгебра жоқ, математика. Иә, математика. Сіз алгебраға өтіп өткенсіз ба? По идее, иә. Альберт Жантөрі Эйнштейнге қосылайық. Жақсы. Нұрсұлтан, сіз осы жерде тұрып тағы бірдеңе жасап отырсыз ба? Қолыңыз бос емес? Бірдеңе ойлап тауып отырсыз ба? Енді мына кісінің аузын қалай жапсам екен деп отырсыз ба? Иә дей ма? Иә дей. Қол сөйлемейін, кешіріңіз. Бірнешеуіне әлі 6 кружоктан бірнешеуіне пока бармай тұрмын ғой, просто барам ғой. Біреу бар, который, если бос уақыт болса, немесе бір кружок болмай қалса, соған барымын. Сіз жалпы Талдықорғанда қандай кружоктағы бір адам орын босай қалса бара бересіз ба? Талдықорғанда менде лезгинка. О, еще лезгинка бар ма сізде? Робототехника. Робототехника. Карате болды қалада. Қалада болды. Иә, и математика. Олимпиада, математика телефонда уже. Еще Телефонның өзін дұрыс пайдаланады, көрдіңіздер ма? Телефонның өзінде құрметті біздің телекөрермендер. Сол математикадан бір есепті полностью шарсан, оны есеп полностью. 100 теңге береді. Ух ты! Міне біздің құрметті телекөрермендер, сіздерге де лайфхак, балаларыңыз үйде болатын болса, балаларыңызда бос уақыт болмасын. Бізде қазақ айтады, балаңды аясаң аяма дейді. Айна где-то, білмеймін. Айна где-то 100 мың где-то, білмеймін. Неден көп ақыс болады? Көңіл көрдіңіз ба? Менің зарплатамнан көп екен. Бұл жақсы, қараңыздаршы, Жантөре айтып отыр, бәріне енді 6-шы класстың математикасын, алгебрасын шешіп жатыр. Ол приложенің аты Қалам деген. Қалам кезет. Қалам кезет. Мүмкіндік болса, сіз бір мектепке алгебрадан сабақ беруге де болатын шығар. Егер бос болып қалса, бір мұғалім келмей қалса, орнына ақыры шығып жүр екенсіз ғой. Кружоктар бос болмай қалса, барып жатырмын деп. Сондықтан бір мұғалім келмей қалса, орнына барып, 5-6 класстарға сабақ өтуге болады. Мен бар ғой, Жантөреның әңгімесіне қарап отырып, өзімнің өткен өмірімнен жаман ұялып отырмын. Мен не істегенмін басқа? Не 5-ші класс, 6-ші класс, 7-ші класс тек жүре беріпті қой. Жақсы. Болашағыңыздың іргетасын қазірден бастап мықты қалап жатсыз. Мен ойлаймын, ертең оның іргетасы да, шахтары да жақсы қаланатындығына болашақтарыңыз жарқын болсын. Математикадан ми атылғанда сияқты осындай есептер спокойно шығарам. Ми атылғанда сияқты? Ми артылғанда? Ми атылатындай есептерді шығарасыз ба? Спокойно. Біздің ми атылмайды. Біздің ми деген цемент қоспаға шығарасыз. Алеке, сіз математикаға қалайсыз? Жақсы. Мен сізбен сөйлесем, ақынмен сөйлескенде күшті болып отырамын. Жоқ, жалпы математикаға қалай былай?
үлгеріміңіз бәрі жақсы ма? иә бәрі жақсы. Жақсы. Сіз өткен әкеңіз айтып жатыр ғой, жаңа сабақты өте жақсы оқиды деп жатыр. Осы өткен жылғы мектепте 90-тар 4-ке шыққан кездеріңіз болды ма? жоқ бәрі Тек 5. 5-пен оқисыз. Қазір мектептерде де балдық жүйе емес па? Олай ма Гүлсина? Балдық жүйе баяғыда 4-5 қоймайды. Иә. 1-ден 10-ға дейін. Питен, 3 сот. Тек сонда 10-дық балдар аласыз. 9, 10, 9, 10, иә? Солай ма? Жоқ әлде бірыңғай 10 ба? 9-10. Микрофонға сөйлейсіз ғой. 9-10. 9, 10. Ал, Пиді білемдер. бұл не пи деген? Пи математический не ғой? Решение. Пи. Число пи. Число пи? Иә. Питен 3,3-тен 14. Гүлсина, сен білесің бе пидің не екен? Гүлсина біледі биді, бірақ бұл пиді білмейді. Бұл биді білетін шығар Гүлсина. Нұрсұлтан, сіз қалай математикадан пи дегенді білесіз бе? Жоқ. Короче, математикадан гениймін. Математикадан генийсіз. Иә. Бұйыртса осы Қазақстанның атынан барып Нобель сыйлығын алуды сізге бұйыртсын. Жәке. Жәке, кейін бар ғой Нұрсұлтан. Жәке, Әлеке, кейін бүйтіп бұйырсаңыз, сіздер елдің болашағысыздар ғой, кейін андай біреуіңіз әкім, біреуіңіз министр, біреуіңіз ел басқарып жатсаңыздар, біз Гүлсина әкемізді ұмытпаңыздар, иә? Түріміз жаттабаңыздар. Жер сұрап барып қалуы мүмкін. Үй сұрап барып қалуы мүмкін сол кезде. Мен сіздерді, мені ұмытпасаңыздар болды. Сізде қалай сабақ? Нұреке? Сізде сабақ 9-10 ба бал? Менде 10 балл. 10 бал. 9 бал алмайсыз ба? 9 балл жоқ. Алмаңыз. Тек 10 бал ала беріңіз. Иә. Иә? Сізде отличниксіз ғой, значит, иә, сабақ? Иә, мен отличник. Молодец. Ал кеттік, жігіттер. Әлекеңнен бастайын. Әлеке, микрофонды жақын ұстабаңыз. Қандай армандарыңыз бар? Мечта. Технодом, ол басқа екен, кешіріңіз. Қандай арманыңыз бар? Кім болғыңыз келеді? Мен өскен кезде программист болғым келеді. Программист болғыңыз келеді. Қазіргі балаларды байқайсың ба Гүлсина? Қолдарынан келетін армандарды айтады ғой. Мен қасқа ғарышкер болам дегенім ше. Мен айға барам, айға ұшам деп жүріп, мына тұрған талдықорғанға әрең келдім ғой. Программист болам дейді. Иә, программисттің бізде қазақша аудармасы қалай? Ақпараттық жүйе. Жантөре, сіз өскенде кім боласыз? Кім болғыңыз келеді? Цифрлық министр, хоббидан футболист. Цифрлық министр, хоббидан футболист дейді. Екеуі де мүмкін. Екеуі де мүмкін арман. Міне. Еще цифрлық министр дегенде бірінші естіп тұрмын мен. Мен де естіп тұрмын. Енді сен естісең, саған жарайды ғой, енді мен айтсаңыз, сіз 30-дан асып. Нұреке? Осындасыз ғой, сіз? Иә. Осында болсаңыз айтыңызшы, өскенде кім болғыңыз келеді? Мен өскенде программист болғым келеді. Өскенде программист болғыңыз келеді. Қандай жақсы, ақпараттық жүйеде. Екі программист, бір цифрлық министр. Сіз екеуінің крещасы болайын деп тұрсыз ғой. Иә, екеуін алып алып өзіңіздің біреуін оң қол, біреуін сол қолын жасап, жалпы елдің ақпаратын дамыта беріңіздер. Ниет еткен мақсаттарыңызға, аңсаған армандарыңызға сүрінбей жетіңіздер, жігіттер. Мен тілеуге өскенде. Сіздер емес, мен сіздермен осындай жерде сұхбаттасқаныма қуанып тұрмын, өйткені сіздер секілді білімді балалармен, алгебра пәнінің мұғалімімен сөйлескен қандай мен сіздерді. Нұрсұлтан мырзамен де цифрлық ақпараттық жүйенің мамандары және біздегі программистер болашағы. Әлекең де сөйтіп айтты ғой, болашақ программист боламын деді. Жақсы, сіздерге тек қана жақсылық тілеймін. Сіздердің біздің бағдарламаға айтатындарыңыз бар ма? Қандай тілек айтуыңызға болады, мысалға? Бас аман ден сау болсын да, жоқ, ол басқа айтады екен ғой. Жәке, біздің бағдарламаға бір тілек айтыңыздаршы, қандай? Сіздің батырмаларыңыз ең күшті, өйткені студия өзі дәу, бәр жер әдемі. Ұнады ма? Нұрсұлтан, сізге ұнады ма? Иә, өте ұнады. Өте ұнады ма? Кеп тұрыңыздар, біздің есігіміз сіздер үшін ашық. Келесі келген кезде тағы да бір жаңа осындай роботтарыңызды алып кеп, біз дайынбыз эфирға шығуға десеңіздер, біз сіздерге арнайы уақытымызды бөліп тағы бір бағдарлама жасаймыз. Ал біз ойынымызға. Әлеке, Жәке, Нұреке, жүріңіздер. Ортаға шығайық. Біз балалармен. Ал ойынымызды бастау үшін әріптесіміз Айкерімді ортаға шақырайық. Сәлем. Қалайсыңдар, балалар? Жақсы. Гүлсина, Сағияға қалайсыздар? Күшті. Бізде бүйтіп жасаймыз ба деп ойлап едік қой. Алло, болып қалды ғына. Ал, жігіттерді біз Айгерім саған аманаттап тапсырайық.
балалардың көңілін көтеріп, біздің телекөрермендеріміздің де көңілін бір көтеріп тастап, осы жерде ойындарыңызға кезек берсек. Ал Гүлсина жүр, біз отырайық. Ал балалар, көңіл күйлерің қалай? Жақсы. Сұхбат қалай? Күшті болды ма? Ал ендеше біз ойынымызды бастайық, я? Міне, налан көріп тұрсыңдар ғой. Сол сызық бойынша жүру арқылы өздерің шарларыңды қорғап, қарсыластарымыздың шарларымызды бүйтіп қолмен жаруымыз керек, я? Кімде көп шар қалады, сол ойыншы жеңіске жетеді. Ал кім шарларын дұрыс қорғай алмай, шарлары бәрі жарылып қалса, жеңіске ұшырайды, жарай ма? Ал ендеше көрермендер, біздің ойыншыларымызға қолдау білдіріп отырыңыздар. Апасы. Нұрсұлтан түсінбей қалған сияқты түсіндір береді. Мен түсіндім. Түсіндің? Жақсы. Ал ендеше мына жерге тұрамыз. Қорқам. Қорқпаймыз, яма, сендер батырсыңдар ғой, қорқпаңдар. Болашақ министрлер қатты қинап жібермейік. Аха, кеттік ал. Әлеке, линиядан шықпа. Қане, давай. Линиядан шықпа, Әлеке. Молодец. Давай. Нұреке шардан қорқады екен. Нұреке шардан қорқыштыр ол. Ой, линиядан шықпаймыз, ол сызық бойынша жүреміз, жарай ма? Ана кімнің шары қолында? Ана. Жұлып алдың ба? Осы тұра бер, шарың жарылмаса болды ғой саған. Линиядан шықпаймыз, осы линиямен жүру арқылы шығамыз. Ой, Жар. осы линия арқылы жүріп. Давай, Нұреке, жар сен де біреуін. Ал қанеке балалар? О, молодец. Қанеке жара ғой, түр. Линиямен бар жара ғой. Ойын қызық болып жатыр. Екеуің Алинұрдың жарыңдар енді. Нұрсұлтан, біздің линиядан шықпаймыз, осы линия бойынша ойнаймыз. Атылыр шарлары. Жоқ, бұл репетиция. Енді шарларды үрлеңдер де қайтпаң. Үрлеңдер шарды. Кеттік ал. Жақсы, енді Нұрекеңмен кім қалды ғой? Давай. Иә. Ойыннан шыққан адам келе ғой. Давай, Нұрсұлтан, қорқпа. Ол шарик қой шейін. Келе ғой. Қорқпа сен, одан да күрделі роботтар жасабатсың ғой. Ал бастаймыз. Бір, Ата-аналар қолдап отырайық, ата-аналар қолдап отырайық. 2, 3, кеттік. Давай, Нұрсұлтан. Нұрсұлтан. Қорқпа. Жаным ол, көмізден соқпасын. Қорқпамыз, Нұрсұлтан. Линиядан шықпаймыз. Қорқпа, Нұрсұлтан, қорқпа. Али. Нұрсұлтан, қорқпа дейін. Қашық. Нұрсұлтан, сарын жарғаннан қорқасың ба? Тар секенде қорқасың ба? Онда сен қорға, мен ойнайтын ғой жаңа. Айтпайсың ба? Міне, бүгінгі ойында Алинұр өзінің күшімен барлық шарларды жарып, Алинұр жеңіске жетті. Қанеке, қолдау білдіріп отырайық көрермендер. Құрметті біздің көрермендер және біздің құрметті қонақтар, енді біз арнайы біздің студиямызға өздерінің алтын уақыттарын бөліп келген, жаңа өзіміз естідік қой, Жәкеңде мүлдем уақыт жоқ екен, соның өзінде бізге уақыт тауып келген, осы балаларды арнайы даралайын бағдарламасының атынан алғыс хат тапсырсақ. Республикалық даралайын жобасына құрметті қонақ болып келіп, белсенділік танытқаны үшін Нұрболат Алинұрға алғыс білдіреді. Біздің бағдарламамыздың атынан Алеке, сізге арнайы Жетісу телерадио компаниясының атынан, Бақжұлдыз медианың атынан, арнайы даралайын бағдарламасының атынан тағы да алғыс хат Нұржан Жантөреге алғыс білдіреміз. Және ешқандай шарға зияны тиген жоқ. Бексұлтан, Нұрсұлтанға алғысымызды білдіреміз. Жарайсыңдар. Шын мәнде болашағынан үлкен үміт күттіретін осы біздің жастардың талабына нұр жаусын деп те тағы да айтқымыз келеді. Шын мәнде бірі қаржы министрі, бірі ақпарат министрі, тағы басқа денсаулық сақтау министрі деген секілді өздеріңіздің ниет еткен мақсаттарыңызға, армандарыңызға жетулеріңізді тілектестімін. Рахмет жігіттер, сіздерге көп.
Біздің келесі қонақтарымыз кіл қыздар. Өте өнерлі қыздар. Бірақ олардың бір ерекшелігі бар. Олар сахна төрінде билемейді. Олар сахнада билемесе, онда қайда билейді? Үйлерінде болмаса қай жақта билейді? Жоқ, мүлдем олай емес. Олар судың астында билейді. Ондай би түрін синхронды би дейді. Яғни мәнерлеп жүзу. Мәнерлеп жүзу. Ендеше сол ерекше өнер түрімен айналысатын чемпион қыздарымызды ортаға ду қол шапалақпен қарсы алайық. Қошеметтеріңіз, біздің суда сымбатты қыздарымызға. Келіңіздер, қыздар. Келіңіздер. Қош келіңіздер, қыздар. Жалпы мен бұл өнерді тек көгілдір экраннан ғана көрген болмаса, былайынан көрген емес. Сондықтан да бірінші кезекте біз сол өнерді тамашалап алсақ қалай? Иә. Ендеше біз орнымызға жайғасқанша экранымызға назар аударайық, қыздардың суда билегенін көрейік. Жақсы. Бұл шын мәнінде бидің бір ерекше түрі екен. Енді бұндай судың астында дем алмастан билеу шын мәнінде қиынның қиыны және нағыз соған бейімделген өнерпаздардың ғана қолынан келеді деп айтуға болады. Енді біз Гүлсина сұхбатымызды бастамастан бұрын қыздармен толыққанды танысып алсақ, есімдері қалай екендігін оң жақтан бастайық. Қыздар, есімдеріңіз? Айша. Айша. Амина. Айсирен. Дилас. Жақсы. Қараңыздар, мен мына биге қарап отырып, сен мындай ойға келдім. Мысалға, Қытайда халық саны өте көп, 1,5 миллиард халық бар. Олар енді судың астында билейді десе таң қалмаймын. Өйткені жердің бетінде орын жоқ қой оларға. Жүруге. Өте бір. Сонда судың астында билейді десе таң қалмаймын. Ал сіздер неге бұл өнердің түрін таңдадыңыздар? Қиын емес па сіздерге, қыздар? Нормально. Негізі суда жүзуді таңдасаңыздар болатын еді, немесе биді таңдасаңыздар болатын еді, бірақ екеуін бірге қосып, неліктен ондай ойға келдіңіздер? Қызығушылық қайдан пайда болды деп бастайыншы сұрақтар, иә? Қайдан қызықтыңыздар бұл өнерге бару үшін? Жоқ әлде біреудің ықпалымен, яғни ата-аналарыңыздың апаруымен бардыңыздар ма? Маған анам ықпал болды. Анам осы спорт түрін көрсетті. Осыған барсаң қалай қарайсың деді. Кейіннен өзіңізге ұнады? Иә. Кейіннен өзіңіз ұнап кетті, содан ары қарай. Жоқ, әлі де болса мысалға, әлі де болса ата-ананың айтуымен келдік қой, маған ұнамайды, просто жай жүрмін деген сияқты ойларыңыз жоқ па? Өздеріңізге толыққанды ұнады ма? Иә. Толыққанды ұнады. Бұндай бидің түрін айтып отырмын, елімізде енді аса қатты бір көп жерде ести де бермейміз, көп жерде көре де бермейміз. Демек, бірақ көп деген жерге барып жарыстарға қатысқандықтарыңызды қазір мен мойындарыңыздағы медальға қарап біліп отырмын. Бүгін өзі біздің байқайсыз ба бағдарламамызға сондай бір чемпиондар келіп отыр, сондай бір жеңімпаздар келіп отыр. Шын мәнінде жеңімпаздар ту көтеріп қайтады дейміз ғой, қайда барсаңыздар жеңе беріңіздер. Ал бастайық. Ең бірінші жарыстарыңыз қай қалада өтті? Теміртауда өтті. Теміртау. Қарағандыдағы Теміртау ма? Иә. Сол жақтағы Теміртауда өтті. Сол жерден үшінші орын алдыңыздар. Бұл бірінші жарыстарыңыз. Бірінші жарыстың өзінде үшінші орын деген бұл өте үлкен жетістік. Одан кейін? Астана қаласы. Астана қаласы. Бұл республикалық деңгейде ме? Астана қаласының ашық чемпионаты. Ал одан қаншаншы орын алдыңыздар? Одан біз 3 программада выступать еттік. Группа, дуэт және соло. Группадан
бірінші орын, дуэт бірінші және екінші, ал соло болса бірінші және екінші орындар алдым. Бірінші, екінші орындарды алдыңыздар, иә? Қыздар, сіздер бұнда бағдарламаға бірінші келіп отырсыздар ма? Қыздар, қысылмайық, еркін сөйлейік. Дауыстарыңызды қаттырақ шығарыңыздар, жақсы. Шетелге шығып көрдіңіздер ме? Осы бұл спорт қой. Би түрі деп айтыла ма, жоқ спорт түрі деп айтыла ма? Спорт түрі. Демек, осы спортпен сіздер шетелге шығып көрдіңіздер ме? Иә. Қай қалада, қай ел, мемлекет? Жақында Ресей мемлекетіне Москва қаласына аштым. Ресей мемлекеті? Иә. Қандай қала? Москва. Москвада. О, әлемдегі ең сондай үлкен қаланың бірі Москвада, Мәскеуде яғни болған екенсіздер. Ол жердегі қалай болды жетістіктеріңіз? Біз ол жерде бірінші орын алдық. Бірінші орын алдыңыздар. О, бір қол соғайық. Мәскеуге барып, сонау Мәскеу жеріне барып, ол Мәскеуге барып сіздер жеңіп қайтсаңыздар, мен таңғалмаймын, ол жерге барып біздің бабаларымыз талай туып келген ғой. Жақсы. Ол жердегі көңіл күйлеріңіз қалай болып қайтты? Ол жерде қанша қыз бардыңыздар? Біз ол жерге 7 қыз болып бардық. 7 қыз болып бардыңыздар. Ол жерде де сондай 3 түрлі программа бойынша болды ма, жоқ? Топтық қана болды ма? Топтық қана болды. Топтықтан барып, сіздер бірінші орын алып қайттыңыздар. Өте жақсы, өте керемет. Енді маған қызық, мен мысалға Гүлсина, су деген нәрседен, мен жасым 30-дан асса да қорқам. Неліктен? Фобия деген нәрсе бар ғой? Иә, фобия деген нәрсе бар. Мен сол білмеймін неге екенін, не малтау білмегендіктен ба, жоқ. Өте қатты қорқам, сәл белімнен су асса болды, тұншығып бастаймын деген сияқты. Менде сондай нәрсе бар. Ал енді қазір осы жердегі қарындастарыма қарап отырып, таңғалып отырмыз, судың астында неше уақыт демалмай билейсіздер? Ұзақтығы қанша судың астында демалмай билеудің? 1 минут. 1 минут. 1 минут сонда демдеріңізді үнемдеп? Бағана видеодан көріп қалдым, мұрындарыңызға бір зат тауыпсыздар, иә? Онымен ыңғайсыз емес пе? Жоқ, ол бізге судың астында мұрнымызға су кірмес үшін наоборот көмектеседі. Жақсы. Мысалға, судың бетіндегі құрлықтағы биді айтайын сіздерге. Мысалға, сахнадағы биде қыздар музыканы естиді, және олар біркелкі, яғни синхронна билейді. Иә, біркелкі. Енді сіздер судың астына түскен кезде музыка естілмейді, бір-бірлеріңізді дұрыс көрмейсіздер де. Сонда синхронна, яғни біркелкі қалай билейсіздер? Таңғалатын нәрсе де мен үшін. Иә. Бізде счет болады. Счет. Мысалы, 1, 2, 3, 4 мынаны жасаймыз деген сияқты өздеріңізде сондай ма? Иә. Бұны енді шын мен бәлки айтып отырмын ғой, мен өзі басым судан қорыққаннан кейін де шығар, бұл қыздардың әлі несін түсіне алмай отқандығым, жаңағы судың астында 1 минутта деміңді ұстап тұрып, 1 минутта неше іс-қимыл жасай аласыздар? Санап көрдіңіздер ме, жаңа шөтпен дедіңіздер ғой, сонда 1 минутта неше іс-қимыл жасай аласыздар? 10 примерно. 10 іс-қимыл. 1 минутта. Мен судың астына батсам, мысалға, бір деген ақыс демім бітейін деп тұр. Бұл қыздарға қарап таңғалуға әбден болады. Тағы да қандай өздеріңіздің жеткен жетістіктеріңіз бар, айтып отырыңыздар. Біз осындай қалаға бардық, осындай жерде осындай болды. Біздің облыс көлемінде бұндай деңгейде осы суда мәнерлеп жүзу спорты қалай дамыған, ол туралы айта аласыздар ма? Дамығанын айтпаймын, жақсы. Облыс көлемінде болған жарыстар туралы айтып отырсаңыздар. Алматы қаласында көптеген жарыстарда международный, халықаралық, Өзбекстан, Қырғызстан қатысқан жарыстарда бірінші, екінші, үшінші орындар алдық. Жалпы міне, сіздер кубок әкеліпсіздер, жарқыратып. Бұл қай жарыстан, қай жерден? Астана қаласынан. Жаңағы 3 топты, программалық, сол кездегі алған кубоктарыңыз. Бұл бастамасы деп айтайын ба? Қазір сіздер нешедесіздер жастарыңыз? 13-те, бәріңіз 13-тесіздер ма? Қандай жақсы. 13 жаста осындай елге самый креативный дуэт дейді. Кубокқа келген қыздарға бір қошемет көрсетіп қойсақ болады шығар. Және біздің телекөрермендерге де мен көрсетіп қояйын. Өте сондай қыздардың қазіргі бастама жетістіктері. Ал қалған медальдарының барлығы өздерінің мойындарында тұр. Алдағы жоспармен бөлісе отырайық қыздармен. Қандай жоспарларыңыз бар? Алда қандай үлкен жарыстар бар? Қай қалада, қай мемлекетте деген сияқты? Мен өзім Қырғызстанға барып көргім келеді. Қырғызстандағы. Ол жердегі Қырғызстандағы жарыстың айырмашылығы қандай сізді қызықтырып атқан? Біз дегенмен.
ол жерде өте масштабы күштірек. Масштабы күштірек. Сосын тағы да күшті заттары бар. Тағы да күшті нелер көп. Жақсы. Мәскеуде мысалға, мен өзім ойлаймын, Мәскеуде суда мәнерлеп жүзу спорты қатты дамыған. Солай ма? Өйткені оларда өте көп ондай. Қандай жаңағы спорттық нелерін қарамасаңыздар да, бұларда суда мәнерлеп жүзу жағы өте қатты дамыған. Сіздер ол жаққа барғанда өздеріңізге керек деп алып қайтқан дүниелеріңіз болды ма? Біздігіне ұқсамайтын мына нәрсесі жақсы екен деп. Осыны өзіме алып алуға болады екен деген сияқты осындай қасиеттерді. Немесе бір трюкті арнаған. Мәскеудегі командалар о жақта әр Ресей қалаларынан болған соң, әр команда өте сплоченный және бір-біріне поддержка беру біледі. Сіздерге егер қазақша жауап беру қиындық туғызып атса, орысша айта беріңіздер. Орысша ойларыңыз еркін жеткізсеңіздер, орысша айта берсеңіздер болады. Судың астында жақсы билей алатындарыңызға көзіміз жетті. Одан Судың бетінде билей аласыздар ма? Ой, осындай сахнада билей аласыздар ма негізінде? Иә. Жердің бетінде билей аласыздар, ондай жағына қатысып көрдіңіздер ме? Иә, қатысқам. Қатысқансыздар, сіз ше? Қатысып көрмегенсіз, тек суда. Бұл жақсы. Осы синхронный биге қанша болды қатысқандарыңызға? Уже 5 жыл болып қалды. Барлығыңызға ма? Иә, біз бәріміз бір уақытта келдік. Гүлсина, жігітке жет өнерде аз деп айтамыз ғой. Енді қыздарға қаншалықты өнердің маңызды екенін өздерінен сұрап көрейік. Бұл өнерден басқа қандай өнерлеріңіз бар? Кішкентай кезімде гимнастикаға және биге қатысқам. Синхронный плаванияға бармай тұрып, мен обычный жүзумен айналысқамын. Жүзудің жақсы, сіз? Домбыра. Домбыра тартасыз ба? Ол қандай жақсы? Әлі күнге дейін айналысасыз ба, жоқ қойып кеттіңіз ба? Қойдым, бірақ өзім ютубтан қарап үйренемін. Толыққанды жақсы үйренгенсіз, нотаға қарап па, жоқ әлде? Сандық нотамен. Сандық нотамен. Әдемі. Қыздар, ар жағындағы қарындасымның дауысын естейік. Когда маленькая была, я тоже ходила на гимнастику, потом после гимнастики пошла на тайквондо. После тайквондо уже искала какой-нибудь спорт. И мы увидели, как строили бассейн, мы решили туда сходить, начали ходить на синхронное плавание. Тайквондоға қатысқансыз ба? Иә. Болды, мен сізге енді ауыр сұрақ қоймайын. Кешірім сұрайын. Гүлсина, байқа. Жақынырақ отырсың. Петличкаң бетіңе жабысқап жүрмесін. Жақсы қыздар, өте жақсы. Амина, сен ше? Мен де кішкентай кезімде 7 жылдай гимнастикамен айналыстым. Оны тастаған соң синхронды жүзуге көштім. Егер де сіздерге сұрақ қойса, не синхронды би, немесе өздеріңіздің хоббилеріңіз? Не таңдар едіңіздер? Синхронды би. Сіздерде ме? Болашаққа жоспар, сәл-пәл айтып отырыңыздар. Болашақта мен осындай, осы спорттан жетістікке жеткім келеді деген сияқты қандай бір арман мақсаттарыңыз бар? Менің арманым осы Қазақстанның чемпионкасы болу. Қазақстанның чемпионкасы болу. Сіздікі? Сіздікі де, осы суда мәнерлеп жүзу өнерінен Қазақстанның чемпионы. Тренер болу. Қыздар, мечта? Хотелось бы выйти на мировой уровень, выступать бұдан да масштабты жарыстарда, сояқтан жүлделі орындар алу. Я тоже, большая мечта, тоже выступать на чемпионатах, получать только первые места. Соған жетіңіздер. Мен Аминаға қарап риза болып отырмын. Амина қазақша бастады, орысша жалғастырды. Қазір сәл деген ағылшыншасын күтейік. Жақсы, бір кез келген спортта әр сол салада жүрген спортшылардың бір кумирі болады. Мысалға мен анандайдың фанатымын деген сияқты айтамыз ғой. Сіздерде бар ма кумирларыңыз? Осы спорт саласында? Менің кумирім ол мен өзімнің тренерім сияқты болғым келеді. Тренеріңіздің есімі кім? Дания Каримовна. Ол кісіге үлкен сәлем жолдайық. Осы біздің экранымызды пайдаланып отырып, мінекей сіздің шәкірттеріңіз бірінші сіз сияқты болсам деп армандап жатыр. Үлкен сәлем бізден. Сіздікі? Мен тренерім сияқты болғым келеді.
Кім секілді? Дания Каримовна. Өзіңіздің? Иә, тренерім. Тренер. Қыздар, сіздер енді бұл кісілерде бөлініп қалсақ тағы тренерлеріңіз ұрсады ғой ертең. Общий айта салайық, е? Жақсы қыздар. Ал басқа қазірдің өзінде сабақтарыңыз қалай? Мен ол сабақты сұрамаппын ғой қазір. Сіздер қазір 8-ші класс оқисыздар, дұрыс па? Иә. Сабақ үлгерімдеріңіз қалай болып отыр? Спортқа қатты беріліп кетіп, сабақ жағын нашар ақсап отқан жоқ па? Жоқ, сабақ бәрі жақсы. Бәрі Үлгеріп жақсы. жатсыз, 9-10 балл ма? 8 балл алып жатқан жоқсыздар ма? 7-8 Жоқ. арасында болып тұра ма? Болып тұрады. Болып тұрады. Бірақ мен ойлаймын, мектептегі мұғалімдеріңізде сіздердің осы спорт саласында, бәлки спорттың қиын саласында жүргендеріңіз елеп ескеріп, сабақтарыңызға қарайласатын шығар деп ойлаймын. Иә. Мен енді түсіндім, Сина, бұл қыздар неге сөйлемейді десем, бұл кісілер су астында көп жүргендіктен көп сөйлемейді екен ғой. Сондықтан да мен бұл кісілерді көп қинамайын. Енді бұл біздің бағдарлама жаңа жоба, даралайын деген жаңадан ашылып жатыр. Сіздер соның алғашқы қонақтарының бірі болып, Жетісу каналының тарихына жазылып жатсыздар. Осындай жетістіктерге жеткен баласының үлкен жеңістерін көру ата-ана үшін де үлкен бақыт. Балаң жақсы болса, жердің беті жақсы дейді. Сондықтан да біз осындағы барлық қатысушы бойжеткендеріміздің, сұлуларымыздың ата-аналарына үлкен алғысымызды айтқымыз келеді. Еліміздің көк туын желбірете берсін дегіміз келеді. Шын мәнінде өздері армандаған чемпиондық дәрежеге жетсін деп бір қол соғып қошеметтеп қойсаңыздар болады. Біздің бағдарламамыздың басынан бізге сондай болмысы бөлек зерек балалар келіп жатыр. Байқап қарасаңыздар, бұның барлығы ата-анасының дұрыс бағыт бағдар бергендігінің дәлелі. Енді жаңа бізде сөз барысында айтып жатыр, ата-анамыздың ықпалымен келдік, айтуымен келдік деп жатыр. Болмаса, қалған қыздар өз еркімен келгендіктерін айтып жатыр. Бірінші біз, мен жақтан бастайын, біз жақтағы есіміңізді ұмытып қалдым. Дилназ. Дилназдың ата-анасынан бастайық. Дилназ туралы айтсаңыздар, бұл осы кімнің ықпалымен келді, өзі таңдап келді ме? Сол туралы айта отырсаңыз. Талдықорған қаласында ең бірінші орталық бассейн ашылған кезде біздің қыздарымыз бәрі бірге келген, бірге отбор өтіп, біздің Дания Каримовна тренерімізге бәрі бірге келген болған. Мен қызым ең біріншіден бастап ұнады өзіне. Қай сыныптан бердіңіз? 2021 жылдан бастап берілді. 5-ші сыныпта оқыған ол кезде. Содан бастап өзіне ұнағаннан кейін басқа домбыраға барып жүрген домбырасын да тастады. Осы су жүзуге үйрене бастады. Бұл спорттың түрі сонда бізде Талдықорғанда алғаш рет ашылды ғой қыздарға? Иә, ең алғаш рет басталды. Ең алғаш рет болып келді біздің қыздар. Ары қарай бізде Амина жайлы айта отырыңыздар. Амина да осы біздің стадион бассейнің ашылғанынан бастап келді. Одан кішкентай кезінде гимнастикадан бастаған. Содан кейін міне өзінің ары қарай баланың ары қарай өсіру үшін алдағы. Атасы, өздеріңе жетектеп алып келіп. Ең бірінші Аминалар жарыстарға барып, жеңімпаз болып келіп қандай күйде болдыңыздар? Енді ондай күйлерді айтып жеткізе алмайсыз ба? Қандай күшті? Қандай күшті? Ары қарай кеттік. Мен Айшаның анасымын. Бұлардың осы спорт түріне келгеніне ұқсас. Бәрі менің де қызым көркем гимнастикасын бастап, аяқ жағында мына осы бассейн ашылғанда, жаңа бассейн ашылғанда іріктеуден өтіп, қызымыз осы алғашқы топқа алынды. Ел қатарлы болып, үлкен жетістіктерге жетсе екен деп сондай мақсатпен, үмітпен. Бірақ ең басына бәріміз берген себебім жүзу үйренсін деп. Сонда жаңағы бассейнге келіп, жаңа неге қабылданып, осындай ақырын бірте-бірте жетістіктерге жетіп жатыр. Осы немен мүмкіншілікпен пайдаланылады. Мен біздің тренер халықаралық деңгейдегі спорт шебері Талғатова Дания Каримовнаға алғыс айтқым келеді. Осы біздің облыстың атағын шығарып, осы біздің қыздарды халықаралық деңгейлерге алып жүргеніне, және де осы облыстық басқа спорт басқармасына рахмет айтқым келеді. Өте жақсы. Біздің ұлт зиялыларына қалған керемет
сөз бар, тәрбиесі мен білімі біріккен, ұштасқан баланың адам болуға хақы жоқ дейді екен. Міне шын мәнінде бұл да сол жаңағы қыздардың бойындағы қабілеттерін жақсы жаққа қарай баулу, бұл ата-ананың қыран құстық баулығанымен бірдей ғой. Бала дегеннің тәрбиесіне біз аса қатты мән беріп, осындай дүниеде бағдар беріп отырсақ, әрине біз балаларымыздың әлі талай жеңісінде, жемісінде көретін боламыз. Сіздерге үлкен рахмет. Өздеріңіз үшін де бір қол соғып қошеметтеп қойсаңыздар болады. Ал Гүлсина, біз бағдарламамыздың келесі айдарына көшейік. Ол әрине біздің осы қонақтарымызбен ойын ойнау. Келіңіздер қыздар. Біз әрине біздің өзіміздің әріптесіміз, өздеріңіздің замандастарыңыз, осы ойын айдарының жүргізушісі Айгерім Ханшайымды ортамызға шақырамыз. Ал Айгерім, бұл қыздардың барлығы өзіңізге аманат, ал біз Гүлсина екеуміз орнымызда отырып тамашалайтын боламыз. Ал қыздар, қалайсыңдар? Бағанадан бері сұхбаттарыңды қарап отырдым, маған өте қатты ұнады. Мен бала күнімнен бері осы биге қатысу маған арман болатын. Ал енді мен қазір сендердің билеріңе барып қатысам, әлі кеш емес пе? Жоқ. Ал ендеше кеш емес болса, мені өздерінің қатарларынан көресіңдер деген ойдамын. Ал ендеше біз ойынымызды бастайық. Екі топқа бөлінеміз, екі топқа бөлініп ойнайтын боламыз. Ал ендеше біз бірінші тобымызды ойнатайық. Бір қызды көзі жұмулы болады. Бұл ойынның атауы қағаз ақпан деп аталады. Сол себепті бұл қағазды басқан жағдайда ойын аяқталады. Содан кейін келесі топ жалғастырады. Түсінікті ғой, иә? Ал ендеше ойынымызды бастайық. Направо. Повернись немного. Направо. Да. Вперед, вперед. Өте жақсы. Күшті ойнап келе жатыр. Стоп. Налево. Вперед иди. Стоп. Немного направо повернись. Налево. Немного. Направо. Немного. Повернись немного направо. Да, вперед иди. Стоп. Налево повернись. Вперед иди. Стоп. Налево. Налево. Вперед. Стоп. Да. Иди, иди, иди. Все, иди. Стоп. Так, налево немного. Өте керемет. Немного налево. Да, вперед иди, все. Өте тамаша. Біздің бірінші топ өте керемет қарқынмен, ешқандай қағазды баспай, өте жақсы жүріп өтті. Ал ендеше енді келесі топты көрейік. Жинназ ғой ме? Жинназбен жүрсең адаспайды екенсің. Кез келген қиындықтан алып шығады. Шын айтамын. Вперед иди, вперед. Стой, стой, стой. Қолмен ұстауға. Қолмен ұстауға болмайды, тек қана түсіндіреміз. Ага, теперь иди. Аха, жарайсыңдар. Стой. Чуть по диагонали. Абайлаймыз, я? Нет, влево. Ага, иди. Стой. Чуть иди. Қағазды баспауға тырысамыз. Еще иди, иди. Стой. Шагни прям. Правый, правый, правый шагни. Ага. Стой. Ой, өкінішке орай. Өкінішке орай біздің екінші топ қақпандарды басып кетті. Сол себепті бізде бірінші топ жеңіске жетті. Жай ғана бұл біздің бағдарламаның ойыны. Енді оған бола сақтарыңыз деп ойламаймын. Сіздер бұдан да үлкен сайыстардың жеңімпазы болып жүрген қыздарсыздар. Ал ендеше біз Жетісу телерадио компаниясының атынан, Бақ Жұлдыз медианың атынан арнайы сіздерге Даралайын бағдарламасының атынан алғыс хаттар ұсынсақ деп жатырмыз. Республикалық Даралайын жобасына құрметті қонақ болып келіп, белсенділік танытқаны үшін Омарова Дилназға алғысымызды білдіреміз. Акиматтың концертіндегідей дәл сондай текстпен, дәл осындай алғыс хатпен Мұратова Айшаға алғысымызды білдіреміз. Жанатбек Аминаға алғыс білдіреміз. Және Абай Айзере. Мен бұл қыздардың өнерін бағана біз өзіміз экраннан ұсынған болатымыз, сол өнерін көріп, шын мәнінде тәнті болып жатырмын. Бұндай бірдемен судың астында билеу және синхронна билеу дейміз, мәнерлеп билеу екінің бірінің қолынан келе беретін спорт емес. Ерекше спорттың жанрын таңдаған екенсіздер, жолдарыңыз ашық болсын, бақытты болыңыздар, жеңісті күндеріңіз
жемісті күндеріңіз көп болсын. Елдің туын көтере беріңіздер. Әрқайсыңыз өз армандарыңызға жете беріңіздер. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Құрметті Жетісу арнасының көрермендері, қымбатты біздің бағдарламамыздың арнайы келіп қатысқан қонақтары, бізге берілген уақыт өзінің мәресіне жетті. Келесі аптада жүздескенше сау саламатта болыңыздар.